наупор аттасаса да мен мына видеоны алмаймын. Анашым туған күнің құтты болсын. Халықтың жағдайы ешкімге мұқтаж емес. Қиналып жатқан халық көрген жоқ. 85-ге жетеді. Издеваетесь, что ли? Мына ипотека деген нәрсені мен өмірімде бүгін көрдім. Не нәрсе екен? Барып бір бөлмелі болсын, пәтер оформлять етіп ипотека болсын алып қойын деп барам. 31 миллион теңге тұратын пәтерге 63 миллион теңге переплата санап береді ғой. Жаңағы банктер, Фреден финанс деген. Мына процент деген 5 шыны ғой. Мына процентпен көсу керек қой. Мына процент жұмыс істеу керек қой. Какой-то 10-15 банкир үшін 16-20 миллион халық құл боламыз ба? 1000 адамға. Осы құл болғанымыз құл болған ба? Ажырасып батыр, асылып батыр, өліп батыр, қырылып батыр. Бәрі депрессияда. Неге адамдардың бәрі депрессия десем? Конечно, төлейтіндер кредит. Өмірі кредит төлемеген едім. Былтыр басыма түскеннен кейін амал жоқ алдым. Бір 8 миллион алдым. Бір жыл төледім, айына 800 мыңнан салам. 1 теңге төмен түспейді ғой әкең ау. Бір жылда. Енді ол жарайды, мен бірдеме қылам, еңбек етем. Кәсіп істеймін. Бірақ құтылам. Жаңағы мұғалімдер айлықта отырған 180-200-300 теңге айлықта отырған адамдар тамақ ішеме, кредит төлеме не істейді? Мойынға мына қамытты байладыңдар, болды. Осы қамытпен, осы қарыздың қамытымен өмір сүрген ба? Жарайды, біз сияқтылар бірдеме айтып бүйтіп жүріп тесіп шығып кетеміз. Жүрмеймін мен бұларға құл болып, төлеймін анан содан қайтып жоламаймын бұларға. Бірақ жаңағы үнемі зарплатада отырған адамдар осылай қалған ба? Анаң туған күнімен құттықтап отырсың ғой, 2 минуттан соң қозғасайшы, айт. Сөйле, процентті азайт. 8 миллион кредитті 20 миллион қайтарасың. 30 миллион ипотеканы 94 миллион қайтарасың. Сонда мына банкирлер үшін өмір сүріп жатырмыз ба? Халықтың қанымен, халықтың уақытымен, халықтың арам терін бәрін бизнеске айландырып алғансыңдар. 30 жылда ештеме өзгерте алмадыңдар ма? Кетіңдер бәрің орындарына. Дұрыс адамдар келсін. Сайлаттық қой бір 3-4 жастарды. Дым істеп жатқан жоқсыңдар ғой? Сол жаңағы тобырлардың ішіне кірдіңдер, солардың сөзін сөйлеп, солардың жүрсіңдер туған күнмен құттықтап. Жұмыс істеңдер, халыққа қараңдар. Қарай алмайсыңдар ма? Тараңдар. Мынау квартираны пәтерге беретіндер қатты құтырып кеткен жоқсыңдар ма? Бір бөлмелі квартираның бағасы 150 мың теңге мен 250 мың теңгенің аралығында. Депозит 50 мың теңге 80 мың теңге аралығында. Тағы риэлторская услуга деген бір бәле бар екен, оның өзі 20 мың теңге мен 60 мың теңге аралығында. Жарайды, көндік берші десең, үйімде ремонт жасап алайын деп квартира іздеген едім ғой. Жарайды, берші, тәуекелсің, балаң бар ма дейді. Я балам бар десем. Жоқ, біз баламен алмаймыз дейді. 10-15-іне звондадым, ешқайсысы алмайды. Сонда не баласы барлар қаңғып далада қалу керек па не? Мыналар неге бағасын көтеріп соншалықты асқақтатып жіберді? Себебі қазір оқудың басталып жатқан кезде жан-жақтан студенттер келеді, квартираларға жаңағы спрос көбейеді, бұлар бағасын көбейтеді. Бір, екі. Мысалы үшін жаңағы Россияда мобилизация келген кезде өзіңнің қазағың, өзің квартираңа жаңағы ақша үшін қуып шығып жатсыңдар. Ондайды да көрдік. Ақшада бөлесіңдер ма? Ақша ардан биік болды ма? Ақша намыстан биік болды ма? Ақша патриот намыс жаңа қазақтан биік болды ма не? Өздерің осылай чалықтасып өмір сүріп жатырсың, ертең бала шағаларың басына не келетінін білмейсіңдер ғой сендер. Немерелерің, ұрпақтарың бар ғой. Өзім деме ұрпақтарды да ойласыңдаршы. Бұлардың құтырғанына жол беріп қойған үкімет. 10-15-тен бір адам квартираны алады, 10-15-тен, сосын осы тарифтік 50%-ын алады да құяды. Ипотека 50%-ын жаңақсап адамдар квартираны төлеп отырады. Бизнес болған. Халықтың жаңа қанын, терін, жаңағы уақытын, бүкіл нервін алғанда бизнеске айландырып жіберген. Бұларға запрет қоятын адам жоқ па не? Шектеу қою керек. Бір адам басына бір пәтер, 2 пәтер болды, тоқтат, болды, үйсе больше алма. Қаншама квартиралар сатылып жатыр, істеліп жатыр, өзім подключите білемін мен. Қаншама пирожки сияқты өтіп жатыр. Оның бәрін ақшасы барлардың бәрі алып алады. Спрос бар, квартираның бәрі как пирожки сияқты өтіп жатқаннан кейін застройщиктер салып жатыр, бәлемет процентпен халықтарға беріп жатыр. Балаңмен алмайын дейді, сонда баласы барлар. Бір баламен мені бүгін квартираға алмадың. Квартира таппадым ешқай жерден. Бір-ақ баламен. Сонда 5 баласы бар, 6 баласы бар, 4 баласы бар адамдар қаншама қаңғып жүрген қазақтар бар. Олар не істеу керек сонда? Далада бутикте қону керек па не? Осыны кішкене қарайластырып, ойластырып, бір общага салыңдар. Бірдеме ұйымдастырыңдар уақытша. Осыны бір ойластыратын адам болмады ма не? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Міне Баянауыл деген жерге келдік. Міне халықтың әл-ауқаты міне көріп тұрғандарыңыздай осы үйде тұрып жатыр. Міне ескі үйлер. Халықтың әл-ауқатын көргің келсе, мына үйге қара дейді ғой. Тұрып жатқан жеріне кезіндегі
Совет одағындағы үйлер, ескі үйлер тұрады. Көріп тұрсыздар. Жағдай осы. Бірақ жолдың бәрі камера. 40 деген знак қойып тастаған Баянауылға. 60 деген знак болмай ма деймін да. 60-пен ешкім түспейді штрафқа. Бұларды қалай штрафпен қудалау керек, халықты қалай қинау керек біле деген да. 40 деген знак қойып тастаған, бүкіл жерге қойып тастаған. Міне, камера тұр. 40 знак, бүкіл жер 40. Халықты қамау, қарашы, камераны көрдіңіздер ма? 3 камера тұр. Халықтың әл-ауқатын жасау керек. Штрафты, налогты көтере бермей. Ассаламағалейкум. Ыстықтық бетінде отырған жамағат. Осы мен бір нәрсе ойлаймын. Осы мына компаниялар қалың ақшасы бар. Онан кейін осы банктер, осыларды ұстап отырған қазақтардың барлығы, осы Алла Құдай өзі арнауды жіберген ғой деймін, осылардың қысқасы бәленбай пайызбенен түгеленбай пайызбенен несие береміз дейді. Мысалы, несиесінің өзі 40%-дан, 37%-дан төмен, 20%-дан жоғары, 15%, 11%-дан жоғары деген секілді. Осындай беретін. Қаншадан бересіңдер десе. Құдай бір Құраншын десек, Құранға сенсек, қазақ екеніміз, мұсылман екеніміз шын болса, не деген қорықпайды бұлар деп ойлаймын мен. Не деген қорықпай береді сондай өсімге. Өсім жеу харам ғой. Құранның аятында айтылған ғой, өсім жеушілер қиямет күні құтырған адамша түрегеледі деген орнына. Құтырған адамша дейді. Есі дұрыс болмайды олардың деген. Сонда көзді ашып жұматындай уақыт қой мынау өмір деген. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз ғой. Сонда енді ақшаны көбейтудің онан басқа әдісі жоқ па? Онан басқа әдісі де бар ғой, табылады ғой. Сонда бұқаралардан мына халы төмендіре алады ғой несиені. Қолында ақшасы барлар несиені немене қылады? Керек қылам ол. Сонда халы төмен адамдарды сөйтіп ішіп жемесе болмай ма? Олардан сұрақ болмай ма? Алла тағаланың алдына бармай ма? Осы имамдар осын неге сөйлемейді екен деп ойлаймын ғой. Оның кейін шенеуліктер, ауыл басы, аудан басы деген секілді, депутаттар деген секілді, оның кейін орыс тілетін білетіндерден осы Құдай ештеңе сұрамайтын секілді. Олар осы орысшылы осы күнді айтып қояды ғой деймін. Қарап отырсам осы адам күлетін ыңғи бұқаралар, ауылдағылар, яғни болмаса өзі әл-ауқаты төмендер мешітке жиылса да, жұмаға барса да, солар жүріп жүреді. Осы шенеуліктерден біреудің келіп жұмада отырғанын көргем жоқ. Сонда осылардың барлығын өз күнәсін кешіп арнауы жіберіп қойған секілді деп ойлаймын ғой мен. Құраннан басқа сенетін кітабымыз жоқ қой. Құдай бір дейміз, Құран шын дейміз, пайғамбар хақ дейміз. Сонда Құран шын болатын болса, Құранның ішінде сұралмайтын пәнде жоқ қой.